Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Жаңа жыл жақындап келе жатқан соң, мен Токабокадағы үйімді жаңарттым. Қазір біз өзіміздің үйімізге кіріп жатырмыз. Загрузканы күтеміз. Міне бұл менің қонақ бөлмем. Бұл жерде бізде осындай әдемі кәмпит түрінде фонариктар бар. Сосын осындай сағат кукушкамен. Аққала осындай жанатын, теледидар үлкен, сосын осындай флажоктар бар. Және осындай кішкентай қоңырау. Арқартай бізде жай ванна, бұл жерде дәл сондай флажоктар бар. Арқартай бізде қызыл түсте жасалған ас бөлмесі. Бұл жерде бізде ас бөлме қонақ бөлмемен қосылған. Бұл жерде менде ас бөлме, содан кейін камин, үстінде осындай әдемі ойыншықтар бар. Арқартай осындай кәмпит, дауыс шығаратын, 2 кресло, шырша жаңа жылға арналған, тағы осындай қалай айтуға болады, жылытқыш, осындай подароктар, өлең шығаратын, жаңа жылға арналған, подароктарды упаковать ететін нәрсе, сосын кәмпит жанатын. Арқартай бұл менің спальням. Бұл жерде 2 пижама бар, аққалаға ұқсайтын, осындай жамылып алатын, үйге киетін киім, осындай шарик ішінде бір жануар бар, осындай свечка, кәмпит жанатын тағы. Менің итіме арналған, бірақ итті потом алып келем. Бұл жерде бізде шапкалар, осындай ободок бар. Арқартай бізде андай шыршаны украшать ететін ойыншықтар. Арқартай менің персонаждарым. Бұл жерде мен жаңа жылға арналған персонаждар істедім. Бұл жерде мынау менмін, мынау Құралай менің сіңілім, мынау тағы бір сіңілім Айсұлу, мынау менің әкем, мынау менің анам. Бұл 2 менің киімдерім. Мен бұл киімдерді поштадан алып келдім. Мен осындай күрте әдемі, бұның шапкасы бар. Қазір 2 киімнің де шапкасы бар. Слай алып тастаймыз. Міне бұл кофтаның шапкасы осындай кішкентай. Арқартай осындай күрте жып-жылы. Осындай дәу шапкасымен. Ал осымен видео соңына келді. Мен бүгін сіздерге өзімнің үйіме шолу жасадым. Сіздермен бір болған Алтынай, сау болыңыздар.